Номері 154 мектеп Әбдіманатова Балжан. Бірінші талу алдында адамның басы айналады, мазасы кетеді. Ең алдымен біз қысып тұрған киіммен босатамыз, одан кейін пульсын тексеріп, басын төмен түсіреміз, немесе аяғын жоғары қарай көтереміз. Содан кейін бетіне және де кеудесіне су себуіміз керек. Және нашатырь спиртін ескертеміз. Мұрнына қатты жақындатпаймыз, себебі ожог болуы мүмкін. Қол немесе аяқ сынған кездегі алғашқы көмек көрсету. Оған бізге екі қатты зат керек, одан кейін таңғыш зат керек. Біз сынған қолды түземей, екі жақтан тақтай орауымыз қажет. Оны қаттылап, жақсылап таңуымыз қажет. Жедел жәрдемге жеткізуіміз қажет. Адам қолына мозоль шыққан кездегі алғашқы көмек. Ең алдымен біз қолды ағын сумен жуып аламыз. Содан кейін перекиспен тазалап алуымыз керек. Кішкене кепкеннен кейін арнайы пластир жағымыз керек. Жарақат алған кездегі алғашқы көмек көрсету. Ең алдымен біз ағын сумен қолын шайып аламыз. Одан кейін перекиспен бізге тазалап алу керек. Кішкене кепкеннен кейін бізге танып алу қажет. Бинтке жарақат жабыс қалмау үшін бинтке мазь жағып, осы мақтан үстінен танып қоюымыз қажет. Көмек көрсету. Біз аяғын жайлап уқалауымыз керек, немесе үстіге қарай көтеріп, саусақ жағын бас жағына қарай басуымыз қажет. Сол кезде кішкене басу қажет. Немесе ыстық суға аяғын батырып қоюымыз керек. Алғашқы көмек көрсете білу өте маңызды дағды. Алғашқы медициналық көмек көрсетудің негіздерін біле отырып, сен қиын жағдайларда абыржымай, өзге адамдарға және де өзіңе көмектесе аласың. Бірақ ұмытпа, егер де сен қалай көмек көрсетуді білмесең, бірінші жан-жақтағы адамдарды шақыр, немесе 103 нөміріне хабарлас.